Достар, қараңыздар, қанша продукт шықтының барлығы осылай ашылған. И половина ғана бар. Макароны, спагетти, горох, каша, сухофрукты, на жерде варенье, өрік, клубника, малина и мед. Так, мына жақта сыймай қалғандар осылай қоя салдым. Ну, там әр пакетте кішкене-кішкенеден қалғандар. И сухофрукты. Сосын, смотрите, целая полка освободилась. Енді мен бұл жердегі заттарды жаңа банкіге салып төбеге қойдым. Сондықтан мына жер бос болып қалды.
Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін расхламление кухни бітірдік, наконец-то. Біздің кухняны жинау процессіміз 2 күнге созылды. Сондықтан за наши старания ставьте лайки, подписывайтесь біздің каналға и комментарийға жазып кетіңіздер. Енді по плану 2 нәрсе жасалған жоқ. Ол терезе әлі жуылған жоқ. Потом люстрономды кетіппіз. Мынаның іші жиналды. Көп нәрсені мен сіздерге түсірген жоқпын. Өткені мен түнде істедім. Сондықтан түсіруге возможность болған жоқ. Мына шкафтар жиналды, мынау жиналды, мынаның барлығы жиналды. Мына шкафтың ішін бірге жинадық. Мына жақтардың барлығы жиналды. Полды сүртіп, пылесос ұстап, сонымен кухнямыз тап-таза. Достар, бұл видео сіздерге үй жинауға, кухня жинауға мотивация болды ма, болмады ма? Бізге міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, өткенде 75% біздің подписчиктар біздің каналға тіркелмей көреді екен деп айтқан болатынмын. Енді қазір қараңыздар, мынандай статистика, 69% біздің подписчиктарымыз подписаться кнопкасын баспай көреді екен. Сондықтан да міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Алда тағы күшті видеолар болады. Всем пока!